Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5-ші сынып оқушылары. Бүгін сендермен Excel кітабы бойынша 59-шы беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңырау шағын басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Vocabulary 5A. Exercise 3. Үшінші жаттығуымыз. Read the text and mark the sentences true or false. Бұл тапсырмада текстті оқы және сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыс екендігін белгіле деген алдыңғы өткен тақырыптағы текст бойынша берілген сөйлемдер, осы сөйлемдердің дұрыс бұрысын табуымыз керек. Біріншісі, Centaurs had two heads. Кентаврлардың екі басы бар дейді. Бұл false, дұрыс емес. Екіншісі, Centaurs could see the future. Кентаврлар болашақты көре алады. Бұл дұрыс емес. False. Centaurs' homes were in the mountains and forests. Кентаврлардың үйі тауларда және ормандарда болды дейді. Бұл true. Дұрыс. Төртіншісі. The phoenix was an ugly bird. Феникстар әдемі құс болды дейді. Бұл false, дұрыс емес. Феникстар ұсқынсыз құс болған. Бесіншісі. The phoenix could heal someone's wounds with its tears. Феникс өзінің көз жасымен кейбір адамдардың жараларын емдей алатын болған. Бұл дұрыс. True. Алтыншысы. The camera had 3 lions heads. Камералардың 3 арыстан басы болған дейді. Бұл дұрыс емес. False. The camera was very scary. Камера өте қорқынышты болды дейді. Бұл дұрыс. True. Соңғысы. The camera could breathe fire. Камера отты дем ала алды. Бұл дұрыс. True. Міне оқушылар, бұл үшінші тапсырмамыздың дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма бізде. Exercise 4. How are the creatures in mythology similar to or different from the same creatures in the Harry Potter books? Tell the class. Мифологиялық жаратылыстар мен Гарри Поттер кітабындағы жаратылыс иелерімен айырмашылығын және ұқсастықтарын тауып, классқа айт деген. In mythology, creatures in the Harry Potter books, creatures can magical actions. For example, dragons in mythology can breathe fire. Also, in the Harry Potter books, dragons can breathe fire and fly. Мифологиялық тіршілік иелері және Гарри Поттер кітаптарындағы жаратылыстар сиқырлы әрекеттер жасай алды. Мысалы, мифологиядағы айдаһарлар отты дем шығара алады. Сондай-ақ Гарри Поттердің кітабындағы айдаһарлар да отты дем шығара алған және ұша алған. Міне біз 4-ші жаттығуымызға дұрыс жауабымыз осы. Келесі. Exercise 5. 5-ші тапсырмаға көшеміз. Look at the pictures. Choose a creature and write a few sentences about it. Make 2 mistakes. Read it to your partner who corrects you. Бұл тапсырмада оқушылар 58-ші беттегі жануарлардың суретіне қарайсыңдар және соның ішіндегі бір жануарды таңдап, сол туралы сөйлемдер жазасыңдар және оның екеуін қате етіп жазу керек. Сосын сыныбыңа айтып бересің, олар қатесін табу керек. Бұған менің жауабым. It had 2 heads from different animals. Оның екі басы болды әртүрлі жануарлардан дедім. Бұл сөйлемдегі қатеміз, бұл жануардың басы екеу емес үшеу болды. 3 деп айту керек. At the front it had a lion's head. In the middle it had a goat's head. And its tail was a dragon. Оның алдында арыстанның басы болды, және ортасында ешкінің басы болды, және оның құйрығы айдаһар болды дедім. Бұл жердегі қатеміз, оның құйрығы айдаһар емес, snake, жылан болды. It was a scary creature. What creature is it?
Бұл қорқынышты жаратылыс болды. Бұл қандай жаратылыс? Жауабымыз камера. Дұрыс жауабымыз камера. Келесі тапсырма types of films. Фильмнің түрлері жайында. Exercise 6. 6-шы жаттығуымыз. Match the titles to the types of films. Make sentences. Берілген сөздерді суреттердегі фильмдермен сәйкестендіру қажет. Және сөйлем құрастыр деген. Төменде мысал беріп қойған. The Dragon is fantasy film. Айдаһар фантастикалық кино. Осы сияқты етіп сөйлемдер құрайсыңдар. Біздің жауабымыз Cowboys is a western film. Cowboys бұл батыстық фильм. Бұған J қоямыз. Mickey Mouse is an animated cartoon. Mickey Mouse анимациялық мультфильм. Бұған дұрыс жауабымыз B. Detective Mallory is a detective film. Detective Mallory бұл детективті кино. Бұған I дейміз. Dracula is horror film. Дракула қорқынышты фильм. Қорқынышты ужастик кино. Бұған И қоямыз. Funny Face is a comedy film. Funny Face бұл комедиялық кино. Бұған C дейміз. Bambi Space Station is an action film. Бұған A қоямыз. Love Story is a romance film. Love Story бұл романтикалық кино. Бұған H қоямыз. The Explorers is a science fiction film. Бұған K деп қоямыз. The Explorers бұл ғылыми фантастикалық кино. Queen Victoria is a historical film. Бұған D деп қоямыз. Queen Victoria тарихи фильм. The Search is an adventure film. The Search бұл шытырман оқиғалы кино. Бұған J деп қоямыз. Let's Dance is a musical film. Бұған F деп қоямыз. Let's Dance бұл музыкалық кино. Міне біздің жауаптарымыз осы. Келесі тапсырмаға көшеміз. Speaking, agreeing, disagreeing. Speaking тапсырмасы айтылымға арналған тапсырма келісу немесе келіспеу жайында. Exercise 7. 7-ші жаттығу. In pairs, talk about types of films as in the examples. Жұппен фильмнің түрлері туралы төменде үлгіде көрсетілгендей диалог құрастырып айтуларын керек. Төмендегі мысалды оқиық. Do you like action films? Сен action фильмдерін ұнатасың ба? Yes, I love them. Я, мен ұнатамын. So do I. They are exciting. Менде олар қызықты. How about musical? Musicalдар ше? I don't like musicals. Мен музыкалдарды ұнатпаймын. Neither do I. They are boring. Менде емес. Олар ішпыстырарлық. I don't like horror films. Мен қорқынышты фильмдерді ұнатпаймын. Really, I do. Шынымен бе? Мен ұнатамын. I like westerns. Really, I don't. Мен батыстық фильмдерді ұнатамын. Шынымен де мен емес. Ал енді өзіміз осыған ұқсас етіп құрастырып көрейік. Do you like horror films? Сен қорқынышты киноларды ұнатасың ба? No, I don't like. Neither do I. They are scary. Мен де емес, олар қорқынышты. How about animated films? Анимациялық кинолар ше? Yes, I like animated films. Мен анимациялық киноларды ұнатамын. So do I. They are funny and interesting. Менде олар өте қызықты және көңілді. I like historical films. I want to know more interesting historical informations. Мен тарихи киноларды ұнатамын. Тарихи ақпараттарды көбірек білгім келеді. Really? So do I. Шынымен бе? Мен де ұнатамын. Келесі тағы бір диалог құрастырайық. Do you like western films? Сен батыстық киноларды ұнатасың ба? Yes, I think them interesting films. Иә, мен оларды қызықты кинолар деп ойлаймын. So do I. They are exciting. Менде олар қызықты.
How about romance films? Романтикалық фильмдер ше? Yes, I like romance films. Иә, мен романтикалық фильмдерді ұнатамын. So do I. They aren't boring. Менде олар іш пыстырарлық емес. Міне біздің жауабымыз осы. Келесі тапсырма adjectives. Exercise 8, 8-ші тапсырма. Use the words to talk about the films in exercise 6. Төмендегі берілген сөздерді қолдана отырып, 6-шы жаттығудағы фильм түрлеріне әңгіме құрастыр деген. Сендерге мысал берілген. The Dragon was on TV last night. Really? What was it like? It was exciting. Айдағар кеше түнде теледидарда болды. Шынымен бе? Ол қандай болды? Ол қызықты болды. Dracula was on TV last night. Really? What was it like? It was very frightening. Дракула кеше түнде теледидарда болды. Шынымен бе? Ол қалай болды? Ол өте қорқынышты болды. Funny Faces was on TV last night. Really? What was it like? It was very funny. Funny Faces кеше түнде теледидарда болды. Шынымен бе? Ол қандай болды? Ол өте көңілді болды. Let's Dance was on TV last night. Really? What was it like? It was very interesting. Let's Dance кеше түнде теледидарда болды. Шынымен бе? Ол қалай болды? Ол өте қызықты болды. 8-ші тапсырмаға жауаптарымыз осы. Келесі тапсырма writing, жазылым бойынша берілген тапсырма. Exercise 9, 9-шы жаттығу. Prepare a short presentation of other mythical creatures. You can use the key phrase mythical creatures. Бұл жаттығуда мифтік жаратылыстар жайлы қысқаша презентация жасап көрсету керек деген кілттік сөз ретінде mythical creatures, мифтік жаратылыстар тақырыбын аласыңдар. Менің жауабым Fairy, a type of mythical creature with human appearance, most often a spirit of nature with magical powers, penchant for trickery. Ертегі перизаты адам кейпіндегі мифтік жаратылыс түрі, көбінесе сиқырлы күші бар, айлаға бейім, табиғат рухы. Міне менің жауабым осы. Егер сендер бұдан да басқа мифтік жаратылыс түрлерін білетін болсаңдар, өздерің қалаған мифтік жаратылысқа жазсаңдар болады. Осымен оқушылар, бүгін сабағымызды аяқтаймыз. Бүгін сендермен 59-шы беттегі барлық тапсырмаларды бірге орындадық. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңдар.